Түсіреміз, мемлекет мекеме түсіреміз. Шықпаймыз, неғымен шығады екен. Түлкібас аудандық ЖКХ-ның басшысы, мен келіп тұрмын ЖКХ-ға, орында жоқ, якобы аудан әкімі кет қапты, міне телефонын алмайды. Өткендегі автотұраққа қатысты, міне 40 миллион теңге смета. Бұл сметада жазылған устройство ограждения штрафстоянки в Түлкібасском районе дейді. Егер ол штрафстоянка жеке меншіктіке болатын болса 40 миллион кімге бөлінді сонда? Ол ақша қайда? Міне жауап беру үшін, міне жауап бермейді мына кісі. Звондап жатырмын, алмай жатыр. Ләззат Балтабайқызы. Жоқ, түсірім жүргізіп жатыр. Бұл мемлекеттік мекемеде. А неге сіз сонда камераға жауап бере алмайсыз ба сонда? Келіп кеттіңіз, оның мүші бергеннен. Мәселе мұшуда неге 42 миллион бөлініп жатыр? Жеке меншік азаматтардың автокөліктерінен ақша алып жатыр. Қалай оны мұшып жатыр? Мен журналист болам. Асанова Ләззат. Қағазыңыз бар ма? Иә, бар қағазым. Не істейін? Сіздің аты жөніңіз кім? Міне. Бұл жерде отырған балды азаматтар мазаламай сырттан келіп. Кім мазалап жатыр? Сіз не істейсіз? Мен сөйлеп шығарып тастайсыз ба? Мен халықтың ақшасын іздеп жатырмын. Сіздің үйіңіз емес бұл. Бұл мемлекеттік мекеме. Мен де жұмыс жасап отырмын. Не жұмыс істеп жатсыз? Представиться етіңіз. Міне көрдіңіз ба, Түлкібас аудандық акимат ЖКХ бетімен кеткен. Мен ана штрафстоянка 47 миллион қайға кетті деп келіп отырмын. Неге жеке меншік көліктер біреудің жеке бір стоянкасында тұрады? Ақша қайға кетіп жатыр? Сіз маған айқайламаңыз. Этика, қаржы қай жақта кеткенін ешқандай есеп бермейді. Неге жеке айып тұраққа, жеке азаматқа қаржы төленеді деген ешқандай ақпарат жоқ. Ана үлкен кісі айтады, ақша қалтама кетіп жатыр дейді. Қайық кетіп жатыр ол ақша? Қалтама кетіп жатыр. Полиция бұл жерде әр күнге 5000 теңге төленеді дейді. Автокөлікке құны 5000 теңгеден айып төленеді мысалы. Ал енді міне ЖКХ-ның түрі мынау. Түсіреміз, мемлекет мекеме түсіреміз. Шықпаймыз, неғымен шығады екен. Мен мемлекет мекемеде тұрмын. Сіздің аты жөніңіз кім? А мен адам сияқты емеспін ба? Неге мен оскорбление жасап жатсыз? Не істеп жатырмын мен? Қалай төбесіне тұрмын? Мамандар отыр, мамандарға сұрақ. Қалай мен официально келіп тұрмын. Масс-медиа заңына сәйкес мен ауызша сұрай аламын. Неше түрлі бағдарламалар бар, өтініш бар, документолог бар. Беріңіз сол. Адами тұрғыда деген нәрсе жоқ па сіздерде? Адами тұрғыда біз сізге қараңыз да, мен қазір объекттің басында жүрмін да. Жүре беріңіз. Біз уақытымызда жатсыз. Бара беріңіз, мен мына кісіге сұрап жатырмын. Олар жауап беріп жатыр. Сізге қарағанда бұл кісілер маған өте сауатты, мәдениетті жауап беріп жатыр. Міне көрдіңіздер ма, мемлекеттік қызметкердің бүгінгі бейнесі мына Түлкібас аудандағы. Мына ЖКХ-ның орынбасарымын дейді. ЖКХ-ның басшысы мен бағаналы бері звондап жатырмын, телефонды алмайды. Сонда бұл жерде қалай сонда бұл жерде заң жүрмей ма не? Міне бағаналы бері звондап келіп жатырмын. Мына орынбасары өте неадекватный болып келіп тұр қазір. Мен журналист ретінде келіп, масс-медиа заңына сәйкес менің ақпарат алуға, іздестіруге, сұратуға, ол ақпараттың нақтылығын тексеруге және оны мен жариялауға правам бар.